Все. Құрметті достар, жаңа біз эфирден ерте шығып кетіппіз, сондықтан қайтадан қосылып жатырмыз. Медицина қызметкерлеріне тағы да алғысымыз шексіз. Осы індетке қалай келді, олар жатпай тұрмай еңбектеніп, Қазақстанның айтады ғой, көп азаматтарын емдеп, оларды отбасына қайтадан қосты. Енді әрине ол кісілер айтады ғой, Аллахтың күшіндей, құдіретіндей күштері жоқ. Ол бәрін емдей алмады, арамыздан кетіп қалған азаматтар да болды. Егер ондай азаматтар болатын болса, олардың отбасына қайғырып көңіл айтамыз. Енді алдағы уақыттарда тек қана жақсылықтар болсын, қуаныштар болсын. Өздеріңіз білесіздер, жақсылық Үшкемпіров ағамыз да дүниеден өтіп кетті. Өкінішті, дегенмен де ол кісінің көрмеген жақсылықтарын артында қалған жеңгеміз бен бала шағасына берсін деген тілегіміз бар. Ешқандай мойынбаңдар, біздер бәріміз бірге отырып, осы індетті жеңіп шығамыз деген ойдамын. Енді Олимпиада туралы айтатын болсақ, өздеріңіз білесіздер, мен кішкентай 10 жасымнан бастап бокспен шұғылдандым. Сөйтіп, сол Олимпиада шыңына дейін шыдадым, чемпион болдым. Сөйтіп Қазақстанның көк туын аспанға көтеріп, жанкүйерлерді бір қуантып тастаған сәттерім болған. Енді мен қазір айтады ғой, бокстан Олимпиадалық даярлау орталығының директорымын. Бұл кәсіпорын айтады ғой, мәдениет және спорт министрлігіне бағынысты, спорт комитетіне бағынысты мемлекеттік кәсіпорын. Осы кәсіпорында еңбектеніп жүріп, Бақыт Алпысбаев сияқты бапкерлерді, Қазақстанға еңбек сіңген жаттықтырушы және халықаралық спорт дәрежедегі Дамир Тойбай, әлем чемпионатының күміс жүлдегері, Олимпиада ойындарының күміс жүлдегерлерін тәрбиелеп шықтық. Мінекей осы азаматтар қазір сіздердің алдарыңызда өнер көрсететін болады. Бокстың, Қазақстан боксының сырын, мән сырын бәрін түсіндіретін болады. Сондықтан да сіздер өте мұқият қараңыздар, тыңдаңыздар. Ал, бастаймыз. Мінекей, құрметті достар, көрдіңіздер, Қазақстанның бокс мектебі осыменен мықты. Өздері білесіздер, Геннадий Головкин, Қанат Ислам, Данияр Елеусинов, осылардың бәрі Қазақстанның бокс мектебінен шыққан. Мінекей осындай бокс мектебінің арқасында біздер Қазақстан дүние жүзінде қазір мықты бокс мектебі, мықты бокс школасының басқарып отырмыз. Сондай үлкен жігіттерге біздер Қазақстан өте бай. Жалғастырамыз. Мінекей, құрметті медицина қызметкерлерінің ұл қыздары, өздеріңіз көрдіңіздер, Қазақстанның бокс мектебінің мықты екендігіне. Сіздер де мықты бола аласыздар. Қазақстанның медицина саласы да мықты болулары. Неге десеңіздер, медицина қызметкерлері қазір өздерінің мықты жағын көрсетіп жатыр. Коронавирусты жеңу жағынан бәріміз бірге болсақ, біздер жеңіп шығамыз, чемпион боламыз. Сондықтан Қазақстан алға медицина қызметкерлері